Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Біздің ұлымыз Бату шамамен 2 аптадан кейін 2,5 жасқа толады. Және де осыдан 5 ай бұрын бізге Түркиядағы осы дәрігерлер диагноз қойды, рас деген расстройство аутистического спектра, қысқаша аутизм деп атайды. Бұл ақпаратты бүгін сіздермен бөлісуді жөн көрдім. Неге десеңіздер, өйткені сіз мен тұрақты көрермендерімсіңіз көбіңіз, және де бұл ақпаратпен бөліскен дұрыс деп есептедім. Бір жағынан да соңғы уақытта өкінішке орай бұл расстройство, яғни бұл диагнозбен балалар өте көп, және де мүмкін біздің ақпаратты сіздерге пайдалы болар. Осы ақпаратты іздеп табатын болса, кейбір туысқандар, кейбір достарым, таныстарым әлі де білмеуі мүмкін баламда осындай диагноз бар екендігін. Ең жақын дегендерім біледі, немесе тікелей менен сұрап, Салтанат, Бату қалай, денсаулығы қалай, дамуы қалай деп сұрағандарға жеке айтамын. Жалпы барлығына түсіндіру кейде уақыт жетпейді, мүмкіндік жаңағы ыңғайы келмейді дегендей. Бірақ бүгін осы видеода барлығын ашығынан ашық түсіндіруді жөн көрдім. Қалай бұл диагноз бізге қойылды, қандай көріністер бар біздің балада. Егер де менің видеомды бірінші рет ашып көріп жатқан болсаңыздар, жаңа айтып өттім, түрік дәрігерлері қойды деп. Неге түрік дәрігерлері? Өйткені біз Түркияда тұрамыз. Түрік жолдасым түрік, балам түрік, Бату. Сол үшін де осы Түркиядағы мемлекеттік ауруханаға барып баламызды көрсетіп, сол жерде бізге диагноз қойды. Рет-ретімен түсіндіріп бастайын. Менің балам Бату негізінен даму жағынан барлығы қалыпты түрде дамып келе жатты. Барлығы ойдағыдай деп ойлап жүрдім. Содан 1 жастан аса бастаған кезде 1,5 жасқа сол келді. Сол кезде енді бір рет қонақтыққа барғанда өзімен дәл сол жастағы қыз баланы көріп, ол қыз бала сөйлеп бастаған, көп нәрсені түсінеді екен. Сол кезде әрине адам болған соң салыстырасың өзің балаңмен. Сол кезде енді саралап, ойлап қарасам, балам көп нәрсені түсінбейді екен әлі. Енді словарный запас, сөздік қоры жоқ десем де болады. Бірақ ол кезде 1,5 жасында әлі де кейбір сөздерді айтып жүрді. Мысалға, папасына түркше баба, маған мама дейтін еді. Суды бу деп айтып, тағы да сондай бірнеше сөзі болатын. Енді жайлап қосылады ғой, тағы сөздік қоры деп. Ондай өзімді қатты уайымдатқан жоқпын. Бейсаналы түрде 2 тіл болар оның бойында, түркше, қазақша, содан басы кішкене әлі де нақты шеше алмай, қай тіл соған шатасып жүрген шығар. Енді шыны керек, үйде кейде қазақша да сөйлеп қоятын кездерім болатын. Өйткені жолдасым қазақша да түсінеді, ауыз 2 тілі. Одан кейін ондай қатты өзімді ойға кірген жоқпын. Жарайды, енді жайлап уақыт көрсетеді деп жүре бердік. 1,5 жастан 2 жас аралығында, жарты жылда уақыт тағы да зыретіп өте кетті. Бірақ баламда әлі сөздік қор жоқ. Тіпті айтып жүрген папасын қолынан ұстап баба деп, маған кейде мама деп айтатыны, суды бу деп айтқаны, оларды айтпай қойды, ол сөздерді айтпай қойды. Бір түсініксіз тілде сөйлеп жүрді. Түсініксіз, бұлдырлайды, бірдеңе айтады. Өте түсініксіз. Содан 2 жасқа келді. Біз Қазақстанға келдік. Ол кезде төркініме қыдырып, сол кезде подкаст көрдім, мамский әңгіме. Сол кезде Ақерке Арысты көрдім, Таня Турлай, Камила ханым, Камила Саян, соның осы балдарында диагноз туралы видеоларын көріп, өзім ойға кәдімгідей баттым. Өйткені олардың айтып отқан көп нәрсесі менің баламның да бойында бар. Және де сол подкаст көзімді ашты десем де болады. Сол үшін де мамский әңгіме подкастына Айнұр Ілиясоваға осы жолда үлкен рахметімді айтқым келеді. Өте пайдалы подкаст. Қыздар, әйелдер қауымы, көріңіздер. Маған өте үлкен сол пайдасы тиді. Сол кезде қарадым, менің баламда да бар ау осы нәрсе деп. Бірақ бұрын аутизм деп еститінмін, нақты не екенін білмейтінмін. Содан бірден интернетті ашып, сөйтсем бұл расстройство аутистического спектра деген жаңағы баланың әлеуметтік
қарым-қатынасына, адамдармен коммуникациясына үлкен кедергісін тигізетін сондай расстройство. Ай, баламда енді осы расстройство бар-ау деп өзім іштей білдім. Қазақстанда болғанда өзімнің анам да кішкене байқады, кішкене бір өзгешелік бар-ау. Бала кішкентай болғасын көріне бермейді бірден. Сол үшін де ата-аналар бұл тұрғыда өте әлдеқайда внимательный дейді ғой, жаңағы сондай болған дұрыс. Сол 2 жасқа келгенде уже нақты көріне бастады балада қандай басқа балаларға қарағанда қандай ауытқу деп айтайын ба, ерекшелік деп айтайын ба. Ең бірінші көзге басылатыны бұл менің балам өзінің атына қарамайтын. Бату деп шақырған кезде есімнен бұрылып қарамайтын. Кішкентай кезінде бірден асып бастағанда кейде бір қарайтын болды. Бірақ сол 2-ге жақындағанда тіптен қарамайтынды шығарды. Қанша рет бату деп айқайласаң, қарасаң, мүлдем бұрылып қарамайды. Далаға, көшеге ойнатуға, қыдыртуға шыққанда бату деген кезде бірден қарайтын. Мен ойлайтын, енді үйде болғасын бала еркелеп қарамайтын шығар деп сөйтсем, сыртта ол жаңағы мен даусыма қарайды екен. Сыртта енді басқа орта, кішкене қорқыныш бар ма екен, содан даусыма қарап сөйтіп жалтақтайды екен, ал үйде шынымен де өзінің атын бату екендігін білмейді екен. Және де бұл әрине норма жағдай емес. Сол жаста балалар барлығын былай көрсету керек, указательный жест дейді. Осы жест мүлдем жоқ. Тек қана кейде бір ойланып кеткен сыртта бір ара-тұра бір көрсететіні бар, бірақ 1000-нан 1, яғни көбінен көрсетпейді. Ол жастағы бала, 1,5 жаста, 2 жас арасында бала барлық нәрсені зерттеп, мынау не деп сол указательный жест болу керек. Біздің балада болған жоқ. Мүлдем бір регресс болды. 1,5 жас, 2 жас арасында балам көзге қарамай бастады адамдарға. Тіпті өзіме де былай, егер кішілік кезінде осылай көзіме тіке қарап, жаңағы белгілі бір ұзақ уақыт қарай алса, ал 2 жасқа келгенде тіптен қарауды доғарды. Тек 1-2 секунд қана қарайды, жүгіріп жаңағы көзін басқа жаққа. Концентрация внимания жоқ. Көбіне жалтақтап, жан-жаққа қарап, адамдардың көзіне қарағысы келмейтін. 1,5 жасқа дейін шамамен балам паркке, көшеге барғанда, немесе жалпы туыстарымыздың балдарын көрген кезде жақындап ойнағысы келіп, немесе қызықтап, сөйтіп бір қызығушылық танытатын. Өзінің жастағы балдарға, кішкене үлкендеу балдарға. Енді осы 2 жасқа жақындап бастаған кезде тіптен қызығушылығы жоғалды десем болады. 2 жасқа келгенде біз Қазақстанда болдық. Сол кезде паркте тіптен балдарды көрмейтін секілді сондай әрекет танытатын, сондай реакция көрсететін. Яғни паркқа келеміз біз, ойын паркына, балам келеді. Жаңа ойнайтын жерде ойнайды, өзімен өзі, балдарға мүлдем қарамайды, ешқандай реакция жоқ. Жаңа песочницаға құмның қасынан келіп өзі ойнайды, басқа бала қасында отырған жоқ па, тіптен реакция білдірмейтінді шығарды. Одан бөлек жаңағы ойыншықтармен өте аз ойнайтынды шығарды. Бұрындары көбірек ойнайтын болса, дәл сол 2 жасқа келген кезде тек қана кейбір машинаның түрлерін ғана ойнайды. Оларды ойнатқанда ұзыннан жүргізіп ойнатпайды, осылай қысқа ғана жүргізіп, жаңағы дөңгеленгенін ғана қарайды. Сөйтсем, ол қазір біліп жатырмыз, ол осы рас диагнозымен балдарда осындай қатты айналатын нәрселерге көп қарайтын сондай жағдайлар болады екен. Біздің балада да ол бар. Кейбір балдар сол кір жуғыш машинаға ұзақ қарайды екен. Біздікі енді машинаның дөңгелегі өте сондай бір рахаттанады екен соны қараған кезде. Одан кейін балам қолын бұлғап жүгіріп бастады. Неге оны ертерек байқамадым десеңіздер, мен балам жалпы кеш жүрді. 1,5 жасқа жақындап барып 1 жас 4 айында жүрді. Одан кейін жүріп бастағанда, жаймендеп жүріп жүрді ол кезде. Содан кейін жүгіріп бастады. Сол 1,5-2 жастың арасында жүгіріп бастады. Жүгірген кезде енді былай қолдарын басында жаймен ғана бұлғап, ол кезде енді ойладым, жаңағы скорость дейді ғой, жылдамдығын алып жатқан шығар деп мән берген жоқпын. Сөйтіп 2 жасқа келгенде ол кәдімгідей осылай қолмен қатты осылай бұлғап, кейде бұлай бұлғайтынды шығарды. Одан қалса бетінің алдына бұлай
бұлғайтынды шығар, және бұл әрекеттер көбейіп кетті. Және бұл да осы түсінгенім бойынша, кейін білгенім бойынша, осы ЗПР, РАС, осы диагноздармен болатын балаларда көрінетін көрініс. Олардың орталық нерв жүйесі басқаша жұмыс істейді. Былайша айтқанда, нормотипичный нормадағы балада ол қалыпты жағдайда істесе, олардың миы тез загрузка болып қалады екен, кейбір нәрселерге тез қабылдаған кезде жаңағы шаршайды екен, былайша айтқанда, жаңағы орталық нерв жүйесі. Сол кезде кішкене өзін рахаттандыру үшін, бала кішкене спокойствие дейді ғой, тыныштандыру үшін солай осы әрекеттерді, осы көздің алдында осы әрекеттер жасап бастайды екен. Менің баламда ол дәл осы 2 жасқа келгенде анық көріне бастады. 2 жаста ол кәдімгідей көбейіп кетті. Тек бала тұрмай, ойнағысы да келмейді, тек алдарда тек жүгіре бергісі келеді, солай қолын бұлғай береді, тек бір уақыт бола қалса кел ойнайық деп былай отырсаң көзіңе де қарамайды, жаңағы концентрациясы жоқ, мүлдем. Сондай жағдайға келдік. Айтқандай сөздерді мүлдем айтпайтынды шығарды. Қытай кезінен емізген уақытта, осылай ұстап емізіп отырсам, жаңағы ем жатады, бірақ қол аяғымен менің жаңағы үстімді итеріп жатады. Мен де оны енді ер бала, тентек шығар, тепкісі келетін шығар деп, қарнымда да жатқанда көп тебетін деп сөйтіп ойнап күліп қоятынмын. Бірақ шындығына келгенде ол бізде жаңағы түркше дуюсал хассасиет деп айтады. Орысша сенсорная чувствительность. Жаңағы чувствительность бар екен балада. Мына жақындағысы келмейді. Денесінің белгілі бір бөліктерін жақындатқысы келмейді екен. Жақындағанда бір өзін жайсыз сезінеді екен. Оны да кейін білдік. Еміп, жаңағы бетіммен ғана жақындайды омырауыма, қалған бөліктерін құшақтағысы келмейді. Тіптен былайғы уақытта көп аса құшақтағысы келмейтін. Сол үшін де былай қолға ал деп жыламайтын ешқашан. Кішкентай кезінен балам өзімен жатады, өзімен ойнаған кезде еңбектеп бастады. Жалпы барлығы норма ішінде болғандай көрінді, бірақ осының өзін мен байқаған жоқпын. Енді әр балада әртүрлі дейді. Мыңдаған бала болса, осы диагнозбен мыңында да әртүрлі көрініс табады деп айтады. Біреуінде бар нәрсе, біреуінде жоқ. Біздің балада міне осындай көріністер болды. Төркінімде айтқандай демалып келдім, кері үйіме. Содан кейін бірден жолдасым екеуміз мемлекеттік ауруханаға бардық. Алдымен міндетті түрде бұл жақта психиатрға жолдайды. Сол психиатрға келіп, шамамен 10 шақты сұрақ қойды. Сол жаңағы бала көзге қарай ма, былай көрсеткен кезде сол жерге қарай ма, атына қарай ма, ойна, кел менімен ойна деп шақыра ма бірге деген сияқты. Адамдармен қарым-қатынасқа бара ма, бармай ма деген сияқты. Сондай бір 10 шақты сұрақ қойды. Басында шыға тұрыңыз деп, барып тағы да бір дәрігермен сөйлесіп келді, білуімше. Содан бірден келіп, сізде осындай балаңызда расстройство аутистического спектра деп айтты. Бірақ қандай жағдайда, яғни аутизмнің жеңіл түрі ма, әлдеқайда ауыр түрі ма, оны айта алмаймыз. Неге? Өйткені бұл диагнозбен балдарда жаңа непредсказуемость болады дамуында. Кейбір балдарда басында еш нәрсе көрінбей, кейін бірден жаман жағына ауысып кетуі мүмкін. Немесе жаман аутизмнің ауыр түрі деп тұрған бала кейде тіптен жақсарып кетуі мүмкін. Сондай колебания дейді ғой, сондай өзгеріс әр балада әртүрлі болғандықтан біз ештеңе айта алмаймыз деді. Тек қана айтатынымыз 4 жасқа дейін баланы егер де бұл состояние дейді ғой, алып шыға алсаңыз алып шыға аласыздар, алып шыға алмасаңыздар енді әрі қарата басқа бір адаптативный бейімделетіндей бір жағдай тудырасыздар. Солай деп айтты бізге. Түсінгенім бойынша баланың миы дәл осы 4 жасқа дейін өте қарқынды дамиды екен. Дәрігер айтқандай осы состояниемен мәселе келетін балалар 4 жасқа дейін жаңағы жұмыстанып, жартысы бірден емделіп кетсе, яғни 50% мүмкіндік бар емделіп кетуге, ал 4 жастан кейін небары 5-7% яғни түсіп кетеді екен мүмкіндігі. Одан кейін оны емдеу, коррекция жасау өте қиын болады. Сол үшін бізге айтты, міндетті түрде реабилитациялық орталықтар бар. Осындай балдармен жұмыс істейтін, сол жерге апарыңыздар, үйде жұмыстаныңыздар, 4 жасқа дейін, яғни шығаруға тырысыңыздар. Басқа ештеңе айтпаймыз деп, осылай бізді жіберді. Одан кейін әрине
жеке консультация беретін психиатрларға жазылдық. Ең жақсы деген отзывтармен интернеттен қарап жолдасым тауып, ең жақсы деген 3 дәрігерді тауып, 3 психиатрды, соның біреуіне енді 4-5 ай бұрын жазылу керек екен, оған бара алған жоқпыз. Бірақ қалған екеуіне бардық. Екеуіне де барғанда олар айтты, біз былай диагноз қоймаймыз, бірақ қарап отырғанымызда балаңызда аутистический спектрдағы балалардың жаңағы көрінісі бар, соған ұқсайтын бір белгілер бар, бірақ нақты айта алмаймыз. Енді балада бір дамуындағы бір тежелу, түркше gelişimsel герілік дейді, қазақша енді аударып көрейін, сөйлеуіндегі психологиясын дамуындағы бір тежелу, яғни артқа кету бар деп солай түсіндірді. Бірақ аутизмнің жаңа белгілері де бар деп айтты. Оларды дәл солай 4 жасқа дейін жұмыстану керек деді. Психиатр бізге тест жасатқызды психологиялық, соған көре біздің баламыз мысалға 25 айында біз барып тұрмыз, ал баланың дамуы сол тестке көре 17 айлық баланың дамуындай, жаңа психологиялық тіл жағынан дамуы. Үлкен моторика, кіші моторика олар жақсы дамыған. Тек жаңағы сол түсіну, баланың түсінуі, одан бөлек сөйлеуі жағынан көп нәрсені қабылдай алмауы, түсіне алмауы, осы жағынан қарағанда бала 30%-ға артта қалып қойған өзінің жасындағы балалардан деп солай түсіндірді. Бір психиатр осындай кітап берді, қазір көрсетейін, осындай түркше. Нахид Мотавали Мукаддес және доктор Октай Таймаз Жанан Таныдыр деген осындай профессорлардың кітабы. Бұл кітабын үлкен пайдасы тиді бізге. Мен білмеймін, басқа тілдерге бұл аударылған жоқ, бірақ осы түрік тілінде өте керемет кітап, бізге үлкен пайдасы тиді. Осы кітап арқылы жаңағы ішінде бірден осы кітапты алып оқып, ішінде өзінің жаттығулары бар, бала көзге қарау үшін қандай жаттығу жасау керек, бала жаңағы внимание дейді ғой, вниманиесі сізге қарап, ұзақ уақыт қарап, сізді тыңдау үшін қандай жаттығулар жасау керек, миының әлдеқайда жақсы жұмыс жасау үшін. Жалпы көп нәрсе осы кітапта жазылған, көрсетілген. Бірден осы кітапты алып жұмыстан бастадық. Кейін психиатрлар айтты, невропатологқа қаратыңыздар, одан бөлек витаминдерге қараттыңыздар деп. Витаминін қараттық, шүкір, жақсы витаминдерінде. Енді невропатологқа бардық, невропатолог бірден МРТ-ға жолдады, және ЭЭГ 3-4 айдан кейін болатын болды. ЭЭГ-ге әлі бара алмай қалдық, балам барып тұрып ұйықтата алмай, сөйтіп әлі түскен жоқ. Біз жақын арада негізі түсіру керек болады. Электроэнцефалография, қателеспесем, жаңағы мидың қай бөлігі қалай жұмыс істейді, соны қарайды. МРТ енді басында ісік бар ма, соны қарайды. МРТ-ға да түскен жоқпыз әлі. МРТ-ға түсіруге жаңағы түгелмен баланы ұйықтату керек. Жолдасым кішкене қарсы болды, сол үшін әзірге тұра тұрсын дедік. Шыны керек, бұл екеуіне әлі түскен жоқпыз, бірақ негізінен осы диагнозбен балаларды міндетті түрде жібереді. Осы екі ЭЭГ және МРТ-ға өте маңызы бар. Айтып өткендей, диагнозды естігеннен кейін жеке реабилитациялық орталықтарға бардық, өзімізге ұнағанын таңдап. Осы орайда айтып өтейін, енді көбіңізге түсінікті болмайды, бірақ жалпылама floor time деп аталатын техника бойынша баланы жеке педагог осы үйретеді. Екі техника бар, қазір әлемде АБА деген бар, floor time. Енді біздің бала кішкентай, сол үшін осы floor time-ді жөн көрдік. Таңдауды ойын барысында ойынмен үйретеді. 2 жас 2 ай дегенде жазылып барып бастадық. Яғни 3 ай жарым болды қазір барып жүргенімізге. Ақшалай қаражат жағынан әкесі өзі қаратып жатыр. Енді ол арзан емес. Біз басында мемлекеттік ауруханаға барған кезде бізге айтты, қаласаңыз мемлекеттен аптасына 2 сағат тегін дәріс алуға болады. Оған түркше рапор дейді. Енді қазақшасы енді бір құжат деп айтайын. Сол құжатты шығарту керек. Оны тез арада береміз. Тек құлақ докторына көрсетіңіздер баланы, және невропатологқа көрініп шығыңыздар. Содан кейін бірден жаңа диагнозын жазып, мемлекеттің қолдауы ретінде аптасына 2 сағат реабилитациялық орталыққа апара аласыздар деді. Құлағында қараттық. Кейбір балдарда енді аутизм деп ойлап, бала естімейді, қарамайды, есіміне қарамайды, көп нәрсені түсінбейді деп
құлақтан да проблема шығуы мүмкін екен. Сол үшін құлақ докторына да көрсеттік баламды. Ойдағыдай барлығы есту жағынан. Әр елде әрқалай екен. Түркияда өте оңай беріледі екен сол құжат. Балада аутизм деп диагнозын жазып, жаңағы бір ресейлік әйелдің блогын көріп, мысалға Ресейде расстройство аутистического спектра деген диагнозды қойып, сондай құжатты беру үшін үлкен коллегия жиналады екен, оның белгілі бір процедуралары болады екен, ол белгілі бір уақыт сүреді екен. Ал Қазақстанда білмеймін қалай екен. Түркияда енді өте қарапайым екен. Айтқандай айтты, бізге бірден диагнозды қойды. Айтты, тек невропатолог пен құлақ дәрігеріне кіріп шығыңыздар, содан кейін бірден жазып бере аламыз, базаға сізді тіркей аламыз деді. Енді осы орайда Иргүн, Батудың әкесі, осы орайда кішкене тұра тұрайық, бірден базаға, системаға, балам аутизм болып көрінбесін. Мүмкін тез арада жазылып кетер, кейін бұл оқуына, басқасына кері әсерін тигізіп қояр деп, сондай бір алдын ала оймен, қорқынышпен. Біз жоқ, әзірге олай системаға тіркемей ақ қоямыз. Ондай мемлекеттен де әзірге қолдауын алмай ақ қояйық, өзіміздің күшімен қаратайық деп. Сөйтіп өзіміздің күшімізбен аптасына 4 сағат дәріс деп айтайыншы, 40 минуттан сол реабилитациялық орталыққа апарамыз. Қалған уақытта енді барлық көп бөлігін уақытын отбасымызбен, отбасы мүшелерімен, үйде біздің қайнағамыз бар, бірге тұратын, сол кейде уақытын бөліп жатады. Әпкеміз, жездеміз келіп тұрады, соларға да айтамыз, осылай балаға осылай үйрету керек екен, осылай жасау керек екен деп барлығымыз жұмылып, ата әжесі енді кейде ол кісілер енді ондайға аса жоқ, бірақ оларға да енді айтып жатамыз, сөйтіп балаға барынша оймен, дәрігерлердің бізге айтқаны, психиатрлардың, бала 1 минутқа болса да жалғыз қалмау керек деді. Қасында жүріп, әртүрлі ойындар, әртүрлі дамытатын жаттығулар, барлығын тек жасай беру керек. Қарапайым бала оны кейбір нәрселерді, күнделікті нәрселерді норма жағдайында дамып жатқан бала тез қабылдайтын болса, яғни бұл рас диагнозымен балдар өте кеш қабылдайды екен. Сол үшін бір нәрсені 10 рет, 100 рет қайталап, сөйтіп қайта-қайта үйрете беру керек, тек әр нәрсені түсіндіре беру керек, тек үстінен түспеу керек, бір сөзбен айтқанда. Басында енді кішкене өзіме де сын болды. Мен Қытай кезінен жалпы балама әртүрлі дамытатын ойыншықтар алып, кітаптар алып, барлығын енді қолымнан келгенін жасап жүргендей болдым. Ойнатып дегендей, көшеге, далаға шығарып, әрқашанда дұрыс тамақтансын, сыртта күнде таза ауа алсын деп барынша өзімді енді идеалды болмасам да, бірақ идеалдыға жақын ана ретінде есептейтінмін. Бірақ осы диагноз шыққан кезде алдымызға өзіме де бір сын болғандай болды. Мен қай жерден жіберіп қойдым деген сұрақтар әрине болды. Қалыпты жағдайда айтып отырмын сіздерге. Бірақ бұл шындықты қабылдау басында бір стресс болды. Маған да, папасына, яғни Иргүнге де 1-2 аптадай уақыт бір стресстік жағдай болды. Жылап шығарғым келеді, бірақ көзіме жас та келген жоқ. Бір жылай алмайтындай жағдай болды, бірақ іште бір ауыр сезім. Не жылап шығара алмаймын, не басқалай бір айнала бір қызық емес болып кеткендей болды сол кездері. 1-2 апта уақыттай сондай бір жағдайда болдым. Күндіз енді балама бел көрсетпеуге тырысып, сөйтіп, бірақ ұйықтардың алдында сол қайта-қайта неше түрлі ойлар келіп, мазалап, түнде дұрыс ұйықтай алмай. Бірақ мен бұл шындықты тез қабылдадым. Көп ата-аналар негізі кейде қабылдамай жатады екен. Тіпті кейбір таныстарымнан да естігемін, бұндай диагнозды кейде қабылдамай, созып жүріп алады екен ата-аналар. Жоқ, менде баламда бәрі жақсы деген сияқты. Менде ондай болған жоқ, мен бірден қабылдай алдым, жолдасымда бірден қабылдадық біз. Тек бір стрессті әрине жеңуге сәл уақыт керек болды. Бұл біздің отбасымызға бір берілген Алла тағаланың сынағы деп қабылдадық. Бала өте сезімтал. Сен егер өзіңнің көңіл күйін түсіріп, күйзелсең, ол балаға да кері әсерін тигізеді. Сол үшін де барынша көңіл күйін жоғары ұста деп анам да кеңес айтты. Өзім де оны барынша түсініп, балам қасында күліп ойнап, ештеңе болмағандай, бала сезбеу керек, өйткені сол кезде ол сезбей, барлығы жақсы, сол жақсы атмосферада, отбасындағы да атмосфера үлкен әсерін тигізеді. Шүкір, біздің отбасымыз
үлкен отбасы, әрине ата-енем бар, қайын-ағам бар, жиі келіп тұратын апа-жездем бар, жиі келіп тұратын туысқандар бар. Жалпы бізде өте салауатты бір қарым-қатынас, атмосфера бар үйдің ішінде. Сол да балама жақсы әсер етіп жатыр деп ойлаймын. Ең үлкен жұмыс айтып жатқандай үй жағдайында жүріп жатыр баланы дамытуда. Тіпті жолдасым айтты, аннеме айтты, сіз енді көп үй жұмыстарын көбірек көмектесіңіз деп. Енем көбіне тамақ дайындау жағын көбіне өз қолына алды. Мен енді кейде мен де араласам, көмектесем, бірақ көбіне қазір баламен. Расстройство аутистического спектра, бұның себебі егер интернеттен іздестірсеңіздер, бұл негізінен 70% генетика деп айтып жатыр. Бірақ енді бізде туысқандарда ондай ауру жоқ нақты, дегенмен жалпы ондай ауру болмаса да басқа бір генетикалық мутация деймін ба, басқаның әсерінен деймін ба, нақты білмеймін, енді биолог емеспін, бірақ сол 70% генетиканың әсері бар екен. Дәрігерлерден сұрадық, неден, себебі неде деп. Бұл мультифакторный жаңағы расстройство дейді. Көптеген факторлар әсер етеді екен. Оның ішінде генетикасы да бар. Одан кейін родовые травмы дейді жаңағы. Одан кейін енді әртүрлі жағдайлар, көп жағдай әсер етеді екен. Енді мен саралай келе әрине басында көп ойға түстім, неден болып жатыр, неден, қалай болды дегендей. Енді жүктілігім өте жақсы өткен сияқты. Енді бірінші босану барысы енді әрине қиын болды. 30-31 сағаттай толғаттым. Бала шыққаннан кейін дәрігерлер енді барлығы жақсы дегендей болды. Әрине кішкене бір күдіктенетін жағдайлар болды. Босанғаннан кейін мысалға баламды құшағыма, омырауыма бермей бірден алып кетті. Сол кезде неге алып баратсыңдар деп сұраған кезде дәрігер қарау керек, плод крупный деп сөйтіп алып кеткен. Мүмкін сол кезде гипоксия болды ма екен, маған айтпады ма екен, оны тағы да білмеймін. Енді себебін бір Алла тағала біледі деп ойлаймын. Қазір қолымыздан келген жасап жатырмыз, жұмыстанып жатырмыз үй жағдайында. Одан қалса дәрігерлер айтқандай кішкентай балаларды, өзіме жасты балаларды көбірек көру керек, жалпы балалармен көбірек ойнау керек. Тағы да өкінішке орай айналамызда бала жоқ. Туыстарымызда да бір ғана туысқанымызда бар, олмен де көрісетін уақыт болмайды, ұзақтау. Достарымыз бар, олар да ұзақтау, бірақ аптасына бір рет программа жасап, бұл аптада бұл досымызға барамыз, келесі апта бұл досымызға барамыз, достарымызға, сол жерде балалармен ойнасын, көрсін деп. Бұл аптада да апам жездем үйіне барамыз, олардың көршінің балдары бар, соларды шақырамыз, ойнасын деп. Кәдімгі планмен әр апта сайын міндетті түрде балаларды көрсін. Енді одан бөлек күнде паркке де шығарып жатырмын. Дәрігерлердің ең үлкен бізге берген кеңесі телевизор, телефон көрсетпеңіздер. Мен жалпы өзім де телефон балама негізі көрсетпейтінмін, бірақ теледидарды ара-тұра қарайтын. Бір жасқа келіп сәл асып, сол кезде жайлап мультфильмдер көрсетіп бастадық. Басында аз көрсететінбіз, одан кейін сәл көбірек сұрайтын. Күніне енді максимум 1,5-2 сағат қарайтын, кейде таңертең тұрғанда, кейде бір жарты сағат, 40 минут жатардың алдында, тағы да жарты сағат, кейде 1 сағат сөйтіп қарайтын. Бірақ оның өзі де кері әсерін тигізеді екен. Осы мені қарап отырған аналар болса, әжелер болса, мені әртүрлі жас категориясындағы көрермендерім бар. Өтініш, балдарыңыз 3 жасқа дейін келгенге дейін мүлдем телефон, телевизорға жақындатпаңыздар. Бұл себеп емес, бұл аутизмнің себебі емес, бірақ бұл мына баланың нерв жүйесі дамымай тұрып, оған нерв жүйесіне жүк болып түсетіндей нәрсе. Бұл теледидар, солай түсіндірейін. Мына теледидарда болып жатқан мультфильмнің өзі бала қорталмайды екен. Нерв жүйесі дұрыс дамымаған бала, орталық нерв жүйесінде бір ақаулығы бар, орталық нерв жүйесі дұрыс дамымай қалған балада, әсіресе аутизмда осы мәселе. Ол бұл ақпаратты қабылдай алмайды. Одан кейін басында қысқаша айтқанда енді бір ботқа болады. Содан кейін балада әртүрлі тежелулер болады. Яғни бұл себеп емес, телефон, теледидар баланың кері дамуына себеп емес, бірақ жаңағы өзі әлсіз болып тұрған орталық нерв жүйесіні сіз білмейсіз ғой. Мысалы, біз де білген жоқпыз баламыздың орталық нерв жүйесінде бір әлсіздік бар екендігін, сондай бір жаңағы расстройствосы болуына риск бар екенін білген жоқпыз. Сол үшін де білмей көрсеттік. Бұл бізге бір кері әсерін тигізгендей болды. Сол үшін дәрігерлер айтады, мүмкіндігінше 3 жасқа дейін мүлдем көрсетпеңіздер. Ал егер
көрсеткіңіз келсе 1 жастағы балаға 10 минут қана, 2 жастағы балаға 20 минут және 3 жастағы балаға 30 минут уақытта көрсетіңіздер деп айтады. Сол норма болып есептеледі. Менің балам енді жақсы көретін, шыны керек, мультфильмдерді өте рахаттанып отырып қарайтын. Біз соңғы сол 2 жастан кейін мүлдем көрсетпейміз. Қазір мына ұйқыдан оянды. Ұйықтап жатқанда осы видеоны сіздерге түсірейін дедім. Қазір мына оянды. Және де қазіргі баламның даму жағдайы қалай? Шүкір, бізде көп нәрсе жақсы жаққа, осы 3,5 айдың ішінде жақсы жаққа дамыды деп айтсам болады. Балам қазір шүкір, бату деген кезде атына қарайды, көзімен концентрациясы бар, балдармен ойнайтын болды, үлкендермен де ойнайтын болды. Мені кел, мама ойнайық деп жаңағы шақыратын болды. Мама демейді, қазір анне деп айтайды. Осы соңғы 2 аптада тілі шықты, шүкір. Анне, баба, деде, бабанне, амжа, хала деп жаңағы отбасы мүшелерін айтады. Одан қалса кейбір жануарларды айы, каз, ат деген сияқты сондай сөздер шығарып жатыр. Балам көп нәрсені түсіне бастады қазір, шүкір. Енді жақында психиатрға бардық. Норма жағдайындағы балаға жақындады деп айтты. Енді дәл бірақ бірдей емес, әрине. Оның жасындағы балалар әрине әлдеқайда даму жағынан көрініп тұрады, кішкене алда екенді. Менікі енді кішкене артта болса да, бірақ прогрессін көріп жатырмыз. Осы жұмыстанудың арқасында әртүрлі жаттығулар, айтқандай жаңағы концентрация, вниманияға арналған жаттығулар жасаймыз. Одан қалса үйде, міне көріп отырсыңыздар, мына жерде міне фитбол бар, солмен балама әртүрлі жаттығулар жасатқызам. Физикалық тұрғыда бала жақсы, неғұрлым жақсы дамыса, секіру, жүгіру, жаңағы әртүрлі гимнастикалық бір кішігірім жаттығуларды жасап, үйретіп, барынша солай көңіл бөліп жатырмын. Соның өзі баланың тілін шығуына жақсы әсерін тигізеді екен, ойлауына жақсы әсерін тигізеді екен. Осы указательный жест қалай шықты баламда, жайлап сөйлеп бастады балам. Оның алдында мүлдем көрсетпейтін, қазір енді осылай көрсетеді. Сол қалай көрсетіп бастады. Бұл указательный жестті шығару үшін арнайы жаттығулары бар, соларды көп жасадық. Айтқандай көбелек секілді, ұшу секілді, жаңа көздің алдында осындай әрекеттері айттым ғой, жаңа 2 жасында өте қатты көріністе болды деп. Сол әрекеттері қазір жоқ, шүкір, бірақ кейде соңғы кездері әсіресе көздің алдына осындай әрекеттері бар әлі де. Ол да бір эмоцияларын ішінен шығара алмай жатқан кезде, немесе іші пысқан кезде осылай жасайды. Кішкене біртүрлі көрінеді сырт көзге әрине. Бірақ бұнымен де жұмыстанып, бұйырса бұл да көрінбейтіндей жағдайға келеді деген ойдамын. Одан қалса әлі де кейде жаңа машина ойыншықты былай жүргізіп, дөңгелегі қалай айналып жатыр, соны әлі кейде қарайды, осылай ұзақ уақыт кейде бір отырып қалатыны бар. Бірақ әрине отыратын жағдай көбіне жасамаймын. Ойнатып, көңілін басқа нәрсеге аударып дегенде, бірақ кейде енді солай болып қалады. Сенсорная чувствительность дедім ғой, ұйысалық хассасиет дейді. Сол нәрсе бізде әлі бар, әлі де үстіңгі жағында жаңағы аяқтары, балам кішкене ортаға қарата басады. Аяғын, табанның сыртқы жағы өте чувствительный. Бұл да негізінен рас диагнозында болатын балаларда кейде кездеседі осындай чувствительность түрлері әртүрлі нәрсеге. Біздің балада енді осы терісінде чувствительность бар, осы табанның сыртқы жағында. Сол үшін қазір ортопедическая стелька салып, аяғына сондай ақ киім киіп, үйде сыртта солмен жүреді. Одан бөлек массаж жасап, реабилитациялық орталықта бөлек жаңағы терапевт бар, солда массаж аламыз. Үйде өз қолыммен массаж жасап жатам, аяғына, сол чувствительность азалу үшін. Одан бөлек енді жаз уақытында құмға жалаң аяқ жіберіп жүрдім, бірақ оның өзінде әлі де жаңағы массажбен, басқа жолдармен жөндейтін нәрселеріміз бар. Әлі де көп нәрсе үйрену керек. Көп нәрсе бізге кішкене кешірек жетеді. Жаңағы сол үшін де бір нәрсені 100 рет қайталап, солай навыки дейді ғой, навыки нарабатываются. Мінекей балам да оянды, видеомда соңына келіп жетті. Мүмкін тағы да осы баламның денсаулығы жөнінде кейін бір бөлісе жатармын сіздермен. Жалпы егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіздер. Айтқым келетіні баршаңызға зор денсаулық тілеймін. Балдарымыз ауырмасын. Менің де балама дұға тілекте болыңыздар. Тезірек
осы состояниедан шығып өзіне қатарлы балалармен бірдей сондай жағдайға жетсін деп тілейік. Келесі кездескенше деп айтайын. Сау болыңыздар. Бай бай деп ату.